Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін мен сіздерге Ақсәулем әнін домбырада қалай тарту керек түсіндіретін болам. Міне, мына сандарды тек санап табасыздар. 0, 0, 0, 0, 0-ды баспайсыздар. Мына 2 сан бір қағыз, мына 2 сан бір қағыз, мысалы 0 мен 0 бір қағыз, сосын 0 мен 0 бір қағыз. Сүйкімді ақ деген бірге айтылады. Сосын қу. Астынан екінші пернені басамыз қу дегенде. Сонда тек сандарды санап табамыз. Сүйкімді аққу жазып қанатын. 5 пен 3-ші перне мына жерде. Біздің көлден ұшып қонатын. Бар болғаны тек сандарды санап тауып отырамыз. Домбыра пернесі бірінші пернеден басталады, бір болып саналады, ең бірінші перне. Сосын рет-ретмен кете береді. Үстіндегі санды үстінен басамыз, астындағы санды астынан. Яғни 5-ті үстінен, 3-ті астынан басамыз. Міне. Тау сияқты белгі төменге, ағылшынша V жоғарыға. Астында буыны дайын тұр. Тартам десеңіздер, осы тәсілмен бір күнде тарта аласыздар. Сүйкімді аққу жазып қанатын. Сөзін айтпайтын жері мына жер. Біздің көлден ұшып қонатын. 5 пен 5-ші перне. Келесі бетін көрсетейін қазір. Сол аққудан сұлу болатын. Барлық жерінде бастан аяқ сандарды басып отырасыздар ғой. 0 болса ешқандай перне баспайсыздар. Осы сызба кімге керек, комментарийге жазыңыздар. Немесе курсқа қатысам десеңіздер, комментарийге жазыңыздар. Арнайы онлайн курс бар. Жеке. Тапсырма беріп отырам, үйрене аласыздар. Міне, өте оңай тәсіл. Бар болғаны тек сандарды басып отырасыздар. 0 мен 2, 0 мен 2, 0-ды баспайсыздар.